жанымсың, сені іздеп шыңға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен қазақ орта каналы. Бүгін видеоның басымен жыртып тағы біздің арнаға жазылуды және де видеоға лайк басуды және де пікірлеріңізді төменге қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Қолдау ретінде және де тағы да қандай ойындар түсірейік, соны да жазып кетіңіздер достар. Енді бүгін видеомызда басқа ойын және де басқа да бір видеолар түсіріп көріп жатырмын достар. Бұл енді өздеріңіз білетіндей енді Clash of Clans ойыны, бұл енді ойын өте жақсы ойындар болды өзінің басында. Қай жылдары осы 2004 пе, 2015-2016-ларда уже хит болған ойындардың бірі, өте керемет ойналды. Көп жандар ойнады. Енді бұны бала кезден мектептен бастап ойнаған, одан да жоғары жастағы кісілерді ойнап кетті. Сондықтан да бұл ойын кішкене olsun қазірде де бар, бірақ енді қатты бір неде емес, трендте емес десек те болады. Енді өз басым сол шыққаннан бері ойнаймын, бірақ та одан кейін бір 2-3 жылдай ойналмай кетті. 2 жылдай ойналмай кетті. Содан кейін қайттан жазып, сол аккаунтын тауып, қайттан жалғастырып жатырмын. Қазір енді ойнап жатқаныма 1-2 айдай болды. Енді өз басым ойланып жүрдім, түсірейін бе, түсірмейін бе деген ой болды. Енді бір түсіріп, ойнап жүрген жандар болса, төменгі лайктарыңызды қолдап, пікірге жазып кетсеңіздер болады. Енді бізде қазір мен енді айтатын болсам, бұл бізде 11-ші ратуш өте жақсы. Енді басында осындай армандайтын едік, өтірік айтпай қойың. Басында осыларды армандап, бұл кезде 11-ші ратуш болған жоқ, 10-ші ратуш қателеспесем. Сол жақсы ратуштардың бірі болды, өте фул болды бәрі. Енді қазірде жайлап көтеріліп жатыр. Менде де жақсы жайлап кландарға қосылдым. Өзіміздің қазақ бауырларымыз бар, өте жақсы ойнайды. Ешқандай енді мен көбінесе көп кірмеймін, тек КО-ға қосып жатады мені. КО-да атакамды барынша жасап кетем. Және де тапсырмаларды осы жерде қазірде события деген жақсы, өте осындай супер зеле сияқты күш беретін нелер қосылған. Соларды орындап алып көтеріп жатырмыз. Енді бәрі жақсы. Қазіргі алдағы уақытта енді біздер көтеретін болса, рейтингіміз осындай ратуш 12-ші ратуш болады. Бұда енді 13-ші ратуш қателеспесем бар ма жоқ па білмеймін. Шығып жатқан еді, ютубтардан көргенде шығып қалуы мүмкін. Енді біз 12 фул қыламыз дегенше. Енді осылай тағы да жаңадан өте керемет магазиндер шыққан, акция не деген сияқты. Және де осы жерде тағы да персонаждар бар. Варвардың супер варвар деген түрі, ученицаның супер ученица, көбінесе суперлерін қосқан екен бұл жерде. Миньон, колдун дегендер, міне көрдіңіздер. Соның бір қатты түрі, мен енді ойнап көрдім, өте жақсы ойнайды. Және де зилемен бірге ойнап көрдік, ярыстпен бірге қосылып өте жақсы ойнайды. Гоблиндер жақсы, мысалы. Енді гиганттарды әлі қолданып көрген жоқпын. Өз басым енді осы соңғыларын ашып көргім келіп жүр. Енді бізде тағы да бұл жерде әлі осындай персонаждар қосылған. Енді бұларды білмеймін, ататын бір ученицаға ұқсаттым өз басым. Қандай екені әлі енді соңғы персонаж, сондықтан ашып үлгеретін боламыз бұйырса. Енді бүгін бізде жақсы, бәрі тағы да не істесек болады. Енді мен өз басым кубокты көп көтерген жоқпын. Ең үлкен максимальный кубогы менде бұл чемпион 3-ке көтеріп сап, бізде енді соңында бір қателеспесем 1000 ба или 2000-дай кристалл беретін еді. Содан кейін қатты бір көтеруге уақытым болған жоқ. Одан кейін ойнауға деген бір желанием түсіп кетті, сондықтан көп ойнаған жоқпын. Енді тағы да бір айтатынымыз, бұл жерде тағы бір персонаж, бұл хранитель деген қосылған. Бұны да көтеріп қойдым. Енді бұның бір несі аздау, қазіргі уақытта уровень аз болғандықтан көп нелер құрылыстарды көп бұза алмайды, осындай зданияларды көп бұза алмайды. Уроны аз, сондықтан да қиындау.
Енді менде қазіргі немді көрсетейін сіздерге. Осы жерден көре аласыздар. Жақсы, бәрі бар. Көтеріп жатырмын, жайлап бірлеп уақытылы мен арасында кіріп тұрамын, осылай ойнап күніне енді бір рет, әрі кетсе 2 рет ойнап кетемін, атакам жасаймын. Все. Енді тағы бір екінші жер бар, өздеріңіз білесіздер. Бұл жерде де бір қатты керім ойнамаймын, атака жасамаймын да көп. Осылай ақшасын алып қоямын, жайлап жиналады. Осылай көтере беремін, лабораториясын және де зданияларды көтере беремін. Бұл да қиындау да, шыны керек достар. Бұған екеуіне бірдей ойнайсың. Уже мына жақта әскерім дайын болады, ойнап бітем дегенше уже қиындауда ұзақ болып кетеді, сондықтан көп ойнағым келмейді. Осы сияқты ойнап, жайлап осылай нелерді стеналарды көтеріп жатырмыз. Қалай сіздерге ұнай ма достар? Ұнаса аямай лайкты басып жіберіңіздер. Енді сіздерде ойнайтын болсаңыздар, енді кландарыңыз болмаса да, әлі аккаунттарыңыз болса кірем десеңіздер, осында сіздерді шақырамын біздің лигаға. Өте жақсы, мұнда енді сіздің активіңізді өте бағалы кіріп тұрып, өзіңіздің КВ-ңызды жасап, жұлдыз алып тұрсаңыз, сіздерде күнде КВ-ға қосып, еш қалдырмай жасаған, мысалы өзінің басшылары болады. Осындай сообщение жіберіп тұрады, жасаңдар деген сияқты жасап бір көрінсеңіздер, сіздерді қалдырмайды. Сондықтан өздеріңізге де монета арқылы зданияларды көтеріп тұрсаңыздар болады. Енді осылай достар, тағы не айтамыз біз? Жаңадан енді мына жерлерді өзгертетіндер келді. Бұны мен қазір қалай көрсетемін? Смена линия деген міне осындай. Өте жақсы. Бұл жерде қазір жерлер бар магазинде. Бұл шапкаларды сатып алуға болады, міне геройлардың киімдерін. Қазір уақытта 1500 теңге кристалл қойып қояды, осылай алсаңыздар болады. Бұл жерде әлі шықпаған екен акциясы болады еді. Уже мысалы қазір лучший игроктардан көрсетейін сізге, жақсы ойыншылардан. Бұл жерде посетить басамыз. Өте жақсы, жайлап Clash of Clans көтеріліп жатыр десек болады. Енді жаңадан жерлер ашылуы мүмкін. Енді осындай нелер қойған, көрдіңіздер жанында. Тағы басқа да түрлері бар, жаңа жылық түрлері бар. Осындай ең мықтылары осы әдемі көрініп тұр. Египеттегі сияқты осы маймылдар несі тұр, Амазонканың несі сияқты шыны. Осылай достар, өте әдемі көрініп тұр гоблин. Енді баяғыда енді өздеріңіз білесіздер, бұл ойын бір жамандаған нәрсесі шықты. Енді білмеймін, оны қатты бір көңілге аударып бір ойнамаймын, оны ойламаймын да, бір өзім бір кішкене осының уақытымда осыған арнап бір ойнап кетіп жүремін. Осылай достар, сіздерден не күтесіздер? Тағы да мен енді Clash of Clans'та не түсірілетінін білмеймін көп. Сіздердің ойларыңызды да жазып кетіңіздер төменге, не түсіруге болады, қандай атакалар жасауға болады, сол туралы ойларыңызды жазып, біздің арнаға жазылып, лайкты аямасаңыздар болғаны достар. Ал достар, сіздерге видео ұнаса, лайкпен қолдап, сол каналға жазылыңыздар. Ал достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.